Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім. Сіздермен Гүлнұр, менің ас үй арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай жасалуы өте оңай, құрамы қарапайым салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл салаттың құрамына брокколи және түрлі түсті қырыққабат қосылып жасалатын болғандықтан дәмі өте керемет болып шығады. Сол себепті дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен брокколи және түрлі түсті қырыққабат, қияр, қызанақ, қайнатылған жұмыртқа, тұздалған қияр, чеснок және де майонез қажет. Салатымыздың құрамы бойынша тұздалған қиярымызды дәл видеодағыдай теңде 2 бөлікке бөліп турап аламыз. Тұздалған қиярымыз майда болған жағдайда осылай бөлікке бөлмей бірден қоссаңыздар да болады. Ендігі кезекте қиярымызды да осылай теңде 2 бөлікке бөліп, одан кейін пышағымыздың көмегімен төртбұрышты формаға келтіріп, оны да турап аламыз. Құрамына қосатын қызанағымыздың да керек емес артық жерлерін алып тастап, яғни бөліктерге бөліп, төртбұрышты формаға келтіріп, салатымызға қосамыз. Немесе қызанағымыздың сулы бөлігін алып тастап қоссаңыздар да салаттарыңыз тіптен керемет болады. Алдын ала қайнатып алған жұмыртқамызды дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп, және де оны теңдей бөлікке бөліп аламыз. Біздің салатымызға ерекше дәм беру үшін чесногымызды да майда бөліктерге турап қосамыз. Құрамы бойынша түрлі түсті қырыққабатымызды және де брокколи қырыққабатын дәл осылай бөліктерге бөліп аламыз. Кесілу барысында әр бөлігі осылай жеке дара бөлініп шығады. Осы ретте ыдысымызға суымызды құйып, шамалы шымшым тұзымызды салып, отқа қойып, қайнағанын күтеміз. Біздің суымыз қайнаған уақытта алдын ала турап алған түрлі түсті қырыққабатымыз бен брокколи қырыққабатын салып, 2 немесе 3 минут аралығында қайнаған суда осылай қозғай отыра жартылай пісіріп аламыз. Артық қайнатудың қажеті жоқ, себебі біздің қырыққабаттарымыз езіліп кетеді. Бірден түсіріп алғаннан кейін салқын суға салып алуды ұмытпаңыздар, сонда біздің қырыққабаттарымыз балғын болып түседі. Ыдысымызға қырыққабаттарымызды, оның үстінен тұздалған қиярымызды, балғын қиярымызды, бөліктерге бөліп алған қайнатылған жұмыртқамызды және де қызанағымызды, алдын ала турап алған чесногымызды салып, дәміне қарай шымшым тұзымызды және де майонезімізді салып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Егер майонез ұнатпаған жағдайда орнына зәйтүн майын қоссаңыздар да салатымыз өте керемет болып шығады. Бүгінгі біздің кешкілік ауызашарға жасаған дәл осындай кереметтей салаттың жасалу жолы ұнаса, каналымдағы подписаться қара батырмасын басып, каналыма тіркеліп, және лайктарыңызды аямай басып, өз пікірлеріңізді де қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Рецептің толық құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде толықтай жазып қалдырамын. Дәл сол жерге қарап, мөлшерін 2 немесе 3 есе арттырып, сіздерде кешкілік ауызашарға жасап көрсеңіздер 100% ұнайды деген ойдамын. Сонымен қатар, дәл осы салаттың жасалу жолымен жақындарыңызбен де бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ал бізге ас болсын.